بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الربيع بن خثيم деген бұл үлкен табиғин кісі және табиғиндердің имамынан. Бұл туралы Ибн Мас'уд Раби айтады: егер сені Аллахтың елшісі көрсе, сені жақсы көретін еді дейді. Неге? Ол кісінің тақуалығынан, ол кісінің өмір сүру салтынан, жалпы Аллахтың алдындағы оның қорқынышынан Ибн Мас'уд солай деп айтқан екен. Енді ол осы кісі Раби ибн Хусейм айтады: ла хайра фил калами илля фи тисъ. 9 сөздің түрінен басқасында дейді ешқандай хайыр жоқ дейді. Хайырлы еш нәрсесі жоқ дейді. Содан кейін ары қарай айтады: тахлил ва такбир дейді. Тахлил дегеніміз ла илаха иллалла деп айту. Ва такбир бұл Аллах тағаланы ұлықтау, Аллаху акбар деп айту. Ва таспих ва тахмид. Таспих Аллах тағаланы пәктеу, тахмид Аллах тағалаға мадақ айту. Ва суалука анил хайр. Сенің дейді жақсылық туралы сұрауың дейді. Ва таудука минаш шар. Сенің жамандықтан пана тілеуің дейді. Ва амрука бил ма'руф. Және жақсылыққа сенің әмір беруің дейді. Ва нахика анил мункар. Сенің жамандықтан тыюың дейді. Ва қираатакал Құр'ан. Және сенің Құран оқуың дейді. Осы 9 түрден басқасында сөздің не дейді? Ешқандай хайыр жоқ дейді. Аллаху тағала алам. Сондықтан адам баласы осы заттардан тыс иман келтірген адамдар сөйлемеуге тырысу керек, және осы 9 сөздің айналасында не істеу керек? Амал жасау керек. Аллаху тағала алам.